Ассалаумағалейкум. Құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде демалыс, осындай кішігірім ерігіп жатқан жайым бар. Так. Алдында осындай Қытайдан заказ бергем. Қалып, дайын плитка құйып шығаратын. Бүгін істеп көретін боламыз, қалай болады. Узор осындай енді бетіндегі. Простой. Пока бастапқыға осыны істеп көріп жатырмын. Ертең мына есіктің алдына примерно істеп тастайтын. Ол үшін менде мынандай үйде сеткалар болған. Кәдімгі обычный сетка ғой. Татпасып кеткен. Осының ішіне салып жүремін, қазір ертең штоп жарылмайтындай. Плюс осындай раствор дайындадым кішігірім. Жаңа бір қап цемент алып келдім. Цементке құм и ацеф қосып, құйып көретін боламыз. Қандай болды, қандай результат болды, алдағы видеоларда саламын. Қазір осылай миксермен аздап араластырдым, қанша кететінін көріп аламын қазір. Сол бойынша күнделікті 2 штуктан құйып отырам. 10 күнде мысалға 20 штук, бір айда 60 штук плита дайын болады бізде. Жалпы осындай демалыста ерігіп жатқан жайым бар. Так, тауыққа құсқа ешқандай қатысы жоқ, бірақ қызық болсын деп сіздермен бөлісе кетейін деген ойым. Қазір мынаның бәрін алып мынаның ішіне салып құйып тастаймын. Содан кейін видеоны жалғастырамыз. Сіздер үшін бұл 10 секундтың арғы жақ бері жағы мен үшін бір 15 минут жұмыс болайын деп тұр. Так, мен сетканы дайындап алдым, осылай кесіп. Осылай арасына салып жүреміз. Бисмилла. Примерно осылай сосын алып тастаймыз. Сосын арасына осылай сетканы қойып жүреміз. Так, примерно процесс осылай болады. Негізі вибратор бір нәрсе керек дейді. Бізде вибратор жоқ ондай. Сол үшін осылай шпательмен алып жақсылап нығыздап осылай құя саламыз. Сосын мен білмейді екем, білетіндеріңіз болса айта кетіңіздер, мынаған бетонды құймай жатып не жағуға болады, май жағуға бола ма, что ертең оңай түсіп қалатындай ше мына. Соны білмей тұрмын. Білетіндеріңіз болса комментарийға жаза кетіңіздер. Так, бір күрек құм ацефпен, бір күрек цементтен кішкене артылып қалды. Осылай міне құйып қойдық. Барынша балғамен соғып астындағы кішкене вибрация бердім, ауа шықты кішкене. Осы пойдет енді осылай көреміз. Кепкесін қалай болатын. Кешке дейін кепсе, может кешкісін істеп көремін. Тағы құйып қоям ба көрем. Жалпы осындай цементтің көптеу қостым. Көреміз қалай шығатын. Жалпы бүгінгі ермек осы. Видеоға комментарий жазып, ақылдарыңызды айтып, лайк басып отырыңыздар.